Сәлем, менің атым Тоқтар Илья және біз сіздермен бүгін иррационал тетістіктерді өтетін боламыз. Жалпы айнымалысы түгел таңбасының ішінде немесе бөлшек көрсеткішті дәреженің негізгі болатын теңсіздіктерді біз иррационал тетістік деп атаймыз. Сонда бізде осы жалпы мысал қарастырсақ, осы берілген өрнектің екі жағында да бізде айнымалы бар. Бұндайды шығару үшін біз алдымен осы айнымалы, то есть теңсіздіктің оң жағындағы тұрған x-ті біз алдымен нөлден кіші деп қарастыратын болсақ, онда сол жағындағы тұрған өрнек ол бізде нөлден үлкен болады немесе нөлге тең болады. Біз бұны жүйе ретінде қарастырамыз. Ал екіншіден бізде егер де осы x-іміз нөлден үлкен болатын болса, онда біз осы берілген теңсіздікті жай ғана екі жағында квадраттай саламыз. Сонда бізде x квадрат минус x минус 12 үлкен x квадраттан. Сонда бұны да біз жүйе ретінде қарастырамыз, және де осы берілген екі жүйенің ортақ бір несін табамыз, бірігуін табамыз. Сонда бізде алдымен біріншісін шығарсақ, бізде минус 12 ол бізде 3-пен 4-тің көбейтіндісі. Қандай екі санды біз қосқан кезде бір шығады. Минус 3-пен 4-ті қоссақ бізде 1 болады, көбейтсек минус 12 болады. Біз бұны қойып алайық. Да бізде 0. 0-ден бізде қандай минусқа кетеміз. Мұнда бізде минус 3-пен 4-ті қарастыратын болсақ, бізде мұнда плюс, потому что x квадраттың алдында бізде плюс тұрады, плюс, минус, плюс. И бізге керегі қандай аралық? Плюс аралық. Біз плюс аралықты аламыз. Сонда бізде мұнда минус шексіздіктен минус 3-ке дейінгі, және де бізде таңба қатаң емес болғандықтан біз 3-ті де қоса аламыз. Ал екіншісінде бізде x квадраттар қойылып кетеді. Сонда бізде минус x болады. Минус x үлкен 12-ден. X минус 1-ге көбейтсек, кіші минус 12-ден. Енді бұны біз қойып алайық. Да бізде 0. 0-ден біз плюсқа кетеміз, ал минус 12-ден біз минусқа кетеміз. Сонда бізде көріп тұрғандарындай, осы жерде екеуі қиылыспағандықтан бұл бізде жай плюс үшін болады. Бұның жауабын біз қарастырмаймыз. Сонда жауабы бізде минус 3-тен минус 3-ке дейін аралық. Енді екінші есеп бізде дәл солай, просто екінші жағында түбір бар. Екі жақта да біз бұны шығару үшін екі жағын квадраттаймыз да. Осыдан біз анықталу осыны табамыз. Сонда бізде 6 минус x квадрат үлкен минус x-тан, иә. Сонда бәрін бір жерге жинасақ, бізде x квадрат минус x минус 6 жөнінден. Ал 6 ол бізде 2 мен 3-тің көбейтіндісі, сондықтан бізде қандай екі санды қосқан кезде бір шығады. Минус 2 мен 3-ті қоссақ 1, көбейтсек минус 6. Сондықтан осыны аламыз. Жүйеге қойсақ бізде минус 2, 3. Бұнда x квадратын алып плюс, минус, плюс. И бізге керегі қай минус аралы. Екінші ол бізде анықталуы болса, анықталуы болсында бізде мұнда минус x-тан ғана алсақ жеткілікті. Ол бізде үлкен немесе тең нөлге. Егер де сіздер білмесеңіздер, қайсынан алған жеткілікті, то екеуіне де ала салған жақсы болады. Сонда минус 1-ге көбейтсек, таңба ауысады. 0-ді қойсақ, 0. И 0 бізде кіреді. 0-ден біз минус 1-ге кетеміз. Сонда бізде жауабы минус 2-ден 0-ге дейінгі аралық. Енді келесі есеп ол бізде екі өрнектің көбейтіндісі берілсе, онда бізде алдымен әрқайсысын жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Сонда бізде 0-ге тең болса, x квадратымыз тең 4-ге, x-іміз тең нешеге? Плюс минус 2-ге. Сонда екінші ол бізде түбірасты 25. Түбір жазар болса болады. Немесе тең 0-ге деп аламыз.
сонда мында бізде x квадратымыз кіші немесе тең 25-ке, x квадратымыз x-іміз кіші немесе тең плюс минус 5-тен. Осының барлығын, осы шыққан екі жауап бар ғой, 4 жауап, иә. Осы 4 жауаптың бір ортақ неге сызамыз. Сонда мында бізде барлығы кіреді. Минус 5, минус 2, мында 2, және де 5. Қандай таңбадан бастаймыз? Бізде x квадраттың алды минус, мында плюс. Плюс не минус, бізде минус. Сондықтан біз минустан бастаймыз. Минус, плюс, минус, плюс, минус. И бізге керегі қандай плюс аралық, иә? Мынау. Енді бізде түбір болғандықтан түбірдің астынан бізде минустан шыға алмайды. Біз анықталу болсын табамыз. Сол кезде бізде 25 минус x квадратымыз үлкен немесе тең нөлге болады. Сонда x квадратымыз кіші немесе тең 25-ке, x-іміз кіші немесе плюс минус 5. Қайтадан сызайық. Сонда мында плюс 5, мында минус 5 болса, плюс минус плюс болады да, бізге қандай аралық керек? Бізге минус аралық керек. Сонда бұған, кіріп тұрған аралық ол бізде минус 5 кіреді. Минус 5-тен минус 2-ге дейін, және де минус 2-де кіреді. 2-ден плюс 5-ге дейін барлығы кіреді. Сол бізде жауабымыз. Келесі есеп қарастырсақ, мысалы, бұл есепте бізде бөлшек ретінде берілген. Бұнда бізде алымын біз 0-ге тең деп аламыз, ал бөлімі бізде тең емес 0-ге. Сонда бізде 2 минус түбір асты x қосылған 2 тең 0 деп алсақ, 2 тең түбір асты x қосылған 2. Екі жағында квадраттаймыз, сонда 4 тең болады x қосылған 2, x-іміз тең 2. Сонда екіншісі ол бізде 1 минус түбір асты x қосылған 2-ні біз тең емес 0-ге деп алсақ, сонда x қосу 2 тең емес 1-ге. Екі жағын квадраттаймыз, сонда x қосу 2 тең емес нешеге? 1-ге. X тең емес минус 1-ге. Енді осы шыққан екі жауапты біз бір неге қоямыз? Координаттар жүйесіне. Сонда мында бізде минус 1. Ол бізде кірмейді, себебі оған тең болмайды. Ал 2 ол бізде кіреді. Таңбаға қарай, бізде таңба қатан емес. Сонда бізде мында аралық таңба аралық қалай табамыз? Мында бізде 2x-дің алдында минус бөлімінде де алынуда да минус емес, бізде плюс береді. Сонда плюс, минус, плюс. И бізге керегі минус аралық екен. Енді осыдан біз тағы да анықталу облысын табамыз. X қосылған 2 бізде үлкен немесе тең 0-ден болу керек. Сонда бізде x-іміз үлкен немесе тең минус 2-ден. Tanımayı minus 2. Minus 2'nin үлкені. Сонда бізде жауабы мынау. Минус 1 мен минус 1 мен 2 жауабы. Иә. Келесі есе бұл бізде жай санмен. Оң жағында жай ғана сан тұрса, онда екі жағында солай квадраттаймыз. Және де анықталу облысын табамыз. Сонда бізде 1 минус x қосылған 2 бөлінген x квадрат 4 бөлінген 9-дан. Осының барлығын біз 9x-ға көбейте салсақ, оңайырақ болады. Осында бізде 9x квадрат минус 9x квадрат қысқарып кетсе, 9 жай қалады, x қосу 2 кіші 4x квадрат. Барлығын бір жаққа алып келейік. Сонда бізде 5x квадрат минус 9x қосылған минус 18 кіші 0-ден. Енді дискриминантын қалай тапсақ, түбірлерін 81, 9-ның квадраты минус 4 көбейтілген 5
көбейтілген минус 18. Сонда бізде 440. Сонда x1, x2-ні табатын болсақ, бізде мында қалай болады? Минус 9 плюс минус 21. 421 квадраты, сондықтан 2 көбейтілген 10. Тең болады. Сонда бірінші түбіріміз бізде 30-ды 10-ға бөлсек 3. Мында бізде қанша? 21-ден 9 атсақ, жақ 10. Сонда бізде минус 12. Ja, все. Енді осыны біз координаттар жүйесіне сызамыз. Минус 1,2 және де 3. X квадраттың алды бізде плюс, минус, плюс. Сонда бізге керегі қандай? Минус аралықты аламыз, иә? Таңба бізде кіші болғандықтан. Енді біз осының анықтау облысын табамыз. 10-тан келсе бізде 1 минус x қосу 2 бөлінген x квадратты біз артық немесе тең нөлге деп қарастырамыз. Енді x квадратқа көбейт жіберейік па? Сонда бізде x квадрат x квадрат минус x қосылған 2 кіші немесе үлкен немесе тең нөлден. И осыдан 2 ол бізде 2 мен 1-нің көбейтіндісі. Қандай екі санды біз қосқан кезде 1 шығады. 2 мен минус 1, иә? Көбейткен кезде минус 2 болады. Бұны да біз сызып алайық. Мында минус 1, минус 1 және де 2. Бізде 3 бар, 3 екен, мында 2. Сонда плюс, минус, плюс десек, бізге керегі плюс аралық. Сонда бізде жауабы қанша? Қай жерде қиылысады? Минус 1,2-ден минус 1-ге дейін және де 2-ден 3-ге дейінгі аралық екен. Бұл бізде жауап болады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Барлығына рахмет. Сау болыңыздар.